осы затта сіз айта аласыз ба, өмірдегі көптеген проблемалар осы балалық шақтағы травмаға байланысты деп? Ғылыми психолог ретінде мен 100% сеніммен айта аламын, балалық травма ол бар дүние. Қолыңда дірілдеп тұрған бала бар кезде өзіңді реттеу қиындау. Балам үшін шыдаймын, балам үшін әке болу керек деп айтатын аналар бар. Біз бейсаналы деңгейде, автоматты деңгейде өткен өміріміздің сценарийсін қайталаймыз. Осы жағында айтайықшы, иә. Терапияда сен барып жұмыс жасайтын болсаң, түбіндегі себебін де, салдарын да бәрін шешетін болсаң, сенің басқа да проблемаң шешіліп кетеді. Иә, ол сондай бір ол чудо ма, әлде ол солай жұмыс жасайтын ғылым ба? Бұл маған қатты маңызды емес, зачем ондайлар, сондай маңызды емес нәрсе ғой деп. Адамдар неге өзгеруге барғысы келмейді? Менің ойым маңызды, сезімім маңызды, приоритеттерім бар, өзімді құнды ретінде есептеймін деген кезде, нүкте қойған кезде ғана өзгеріс пайда болады. 2 айдан кейін. Кім психологтан нәтиже ала алмайды, немесе қандай психологтан нәтиже ала алмайды деп сұрайыншы. Қазіргі заманда өкінішке орай бұл ақиқатта психологияға ғылым ретінде емес, эмоция ретінде келетіндер өте көп. Қазір кез келген ауыр ситуациялардың соңы суицид қалып келеді, және бізде жастардың арасында болсын, үлкен адамдардың арасында болсын, көп естіп жатырмыз ғой. Неге көп қазір? Сәлем көрермен, бұл Байбол подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта кәсіби психолог және ғылыми психолог, практик Зарина Елбаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сізді біраз уақыттан танитын адам ретінде бүгін подкастқа шақырып отырмын. Өте көкейімізде сұрақ көп. Жалпы біздің подкасттың мақсаты Байбол деп аты айтып тұрғандай, Байбол ол тек қана денсаулықпен ғана емес, немесе тек рухани емес, барлық жағынан Байбол деген ниетте қойылды. Сондықтан бүгінгі біздің әңгімемізде, сұхбатымызда осы тақырыптарды өрбітейін деген ойдамын. Енді осы психология саласында 17 жылдан бері жұмыс жасайсыз, өте көп адамдарды көрдіңіз, өте көп практикаларын өттіңіз. Жалпы 17 жыл сізге не берді? Жалпы мен психологияға жаным сүйіп келген адаммын. Бакалавриатты да, магистратураны да, докторантураны да оқу барысында әр алған білімім соншалықты ерекше құнды болатын. Бірақ психология ол мен үшін жай ғана бір ғылым емес, ол жай ғана бір кабинеттегі практика емес, бұл менің өмірімдегі бағыттаушым ретінде болды. Потому что адам болғандықтан әрбір кезеңнен өтесің. Мысалға кезінде мен өте перфекционист, карьера қуған адам болатынмын. Өмір ол жұмыс деген бір лозунгпен жүретін. Психология маған көп көмектесті. Перфекционизм неге әкеледі? Сен ондай құнын төлеуге дайынсың ба? Егер де осылай өмір бойы жұмысты таңдайтын болсаң, ол неге әкелуі мүмкін деген сынды нәрселерге терең үңілуге көмектесті. Ол бірінші кезекте. Екінші кезекте мен 3 погодканың анасымын. Үлкен ұлым 6 жаста, ортанғым 4 жаста, кішім 3 жаста. И осы барысында перфекционизм бәрібір өшпеді. Ол перфекционизм анаға өтті. И мен мейлінше бір идеальны мінсіз баланы басында елестететінмін, бейсаналы деңгейде. Бәріне сырттан қарағанда идеальны, иә? Содан кейін, бірақ 3-ші ұлымда 9-шы айынан бастап судороги, яғни аффективно-респираторный приступ деген нәрсе бар. Сондай нәрсе пайда болды. Сол кезде қайта психология өзіме үңілуге, қай жерде мен кішкене бөліктерімді басқара алмай жатырмын, қай жерде мен жан тыныштығымды сақтай алмай қалдым деген сұрақтарға үңілуіме көмектесті. Сол арқылы аффективно-респираторный приступ баламды бірінші ала, екінші психология емдеуге көмек берді. Ол кәдімгідей 5 ай судороги болды. Өте қиын кезең. Яғни психолог ретінде мен білем ғой, эмоцияны басқару, ойыңмен жұмыс жасау дегенді, бірақ қолыңда дірілдеп тұрған бала бар кезде өзіңді реттеу қиындау. И осы психология маған осы жерде өз фокусымды өзіме бұру арқылы балама көмектесуіме көмек берді. Яғни психология ол мен үшін өмірімдегі бір бағыттаушы. И әр кезеңде өзінің маңыздылығын көрсетті.
Керемет. Демек сіз тек адамдарға емес, өзіңізге де бірінші орында көмектесесіз, иә? Иә. Осы 17 жылдың ішінде мыңдаған адамдармен жұмыс жасағаныңызды білеміз. Жалпы адамдар қандай жағдайлармен көп келеді психологқа? 17 жылға былай көзім тастайтын болсам, әрине мәселелер әртүрлі. Мысалға айтатын болсақ, қарым-қатынас қиындығы, карьерный рост дейміз, яғни өз қалауының өз мақсатына жетпеуі, немесе отбасындағы кикілжіңдер, иә, өзіне талап қою тым жоғары деңгейде, шаршап кеттім деген. Осындай әртүрлі көрініспен, сұраныспен келеді. Бірақ осылардың барлығының түбінде бір-ақ нәрсе болады. Ол мен жан тыныштығын қалаймын деген. Себебі бұл мәселелерден шаршадым. Өмір мен үшін күрес ретінде болып кетті дегеннен шаршадым. Мен жай ғана жан тыныштығын қалаймын. Осыған көмек беріңізші деп келеді көбінесе. Жақсы, жан тыныштығы деген затқа қазір келеміз, бірақ оның алдында бір маңызды бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазір балалық травма деген нәрсе қалай айтсақ болады? Өте көп қолданылып жүр ғой. Бірі оған әзіл шынды араластырып, бір түрлі видеолар түсіреді. Ол деген қайдан шыққан нәрсе деп, бәріміз осыған шүкір ету керекпіз деп. Енді бір жағынан қарасаң, шынайы өзіңіз сияқты психологтар шырылдап жатыр. Ол шынымен ол бар деген сияқты. Жалпы осы затта сіз айта аласыз ба? Өмірдегі көптеген проблемалар осы балалық шақтағы травмаға байланысты деп. Ғылыми психолог ретінде мен 100% сеніммен айта аламын, балалық травма ол бар дүние. Яғни бұны просто былай қарау керек те, бір баланың жүйке жүйесі өте мықты болады физиологиялық деңгейде, бір баланың жүйке жүйесі физиологиялық деңгейде әлсіз болады. Сондықтан да бір бала үшін бір жағдай, мысалға ата-анасының ұрысқаны ол травма, ал бір бала үшін ата-ананың ұрысқандығы ол өмірдің бір көрінісі ретінде де. Сондықтан да травма ол бар. Және травмаға байланысты көптеген зерттеулер дәлелдеуде. Мысалға айтатын болсақ, осколки детских травм, тело помнит больше, немесе Зигмунд Фрейдтің зерттеулері болсын. Балалық кездегі травмалар өкінішке орай ересек кезде өз көрінісін табады. Мысалға алатын болсақ, отбасында жолдасы ішеді, анасы үнемі оған шыдамдықпен қарайды. Бала үшін ол өте үлкен травма. Егер осындай үлгідегі өмір ұзақ уақытқа созылса, бұл травма. Менің мысалымда бір клиентім осындай отбасында өмір сүрген, и ол защитный механизм дейді ғой. Яғни сол сәтте барлығын басқаруға, еш нәрсе жасамауға әрекет жасайды. Яғни мида замерзание, вытеснение деген нәрсе жүреді. Яғни ми қатқылады да, и сол кездегі қиындықтарды как будто болмағандай шығарып тастайды миынан. Ал әрекетінде қорғану үшін әкесінің жағдайын жасап өмір сүреді. И осылай әкесінің жағдайын жасау арқылы, өмір сүру арқылы ол өзіне көп талап қояды. Өзгенің эмоциясын, ойын оқуым керек деген сияқты. Ол барлығы бейсаналы. И қазір ол ересек адам, және оның өмірінде бұл травманың көрінісі екі түрде бейнеленді. Біріншісі ол өзіне тым жоғары талап қойып өмір сүреді. Перфекционист полный, әлсіздікке құқығың жоқ, сен мықты болу керексің деп өмір сүрді. Ендігі кезекте өзі мықты, ақша өте жақсы табады, өзіне көп жоғары талап қояды. Бірақ маған не үшін келді? Себебі, былай айтады Зарина ханым, мен миыммен біліп тұрмын, мен әкемнен қорықтым, мен оны жек көрдім, мен оны вообще көргім келмеді, бірақ өмірімде тура сол нәрсе көрініс тауып жатыр дейді. Яғни менің балам менен қорқады, менімен сөйлегісі келмейді, менімен былай зрениясынан қашып тұрады дейді. Мен миыммен біліп тұрмын, мен әкем болып тұрмын, анау мен болып тұрған, бірақ мен денеммен еш нәрсе жасай алмай жатырмын дейді. Не үшін? Бұл травманың салдары. Себебі тело помнит больше. Бұл жылдар бойы осылай қатал болу керек деген үлгіні көрді ғой. Санамен олай жасамайын десе де денесімен қайталап жатыр. Сондықтан да травма ол бар, және оның салдары болады. Просто түсіну керек. Мысалға, былай айтатын болсақ, миллиардер үшін 1 миллион жоғалтып алу ол травма емес, ал кедей үшін условно 1 миллионды жоғалтып алу ол кәдімгі үлкен травма.
тіпті суицидке итермелейтін травма. Ондай да болуы мүмкін, Иә. Жақсы, жаңа айтып жатырсыз. Балалық травмада енді кейбір ата-аналар саналы түрде де қалыптастыруы мүмкін осы нәрсені. Мысалы, түрлі отбасылар бар ғой, игроман болуы мүмкін үйінде ер адам, немесе түрлі тәуелділіктерге бейім болуы мүмкін. Бірақ сол жерде 4 бала болса да, 3 бала болса да, 1 бала болса да, мен балам үшін шыдаймын, балам үшін әке болу керек деп айтатын аналар бар. Әр адамның өз сенімі бар. Сол сенім тұрғысында ол әрекет жасайды. Осы жерде бір оқиғаны айтып берейінші. Африкада бір елді мекен болған, сол жерде сығандар өмір сүрген. Сол кезде отбасында бала туылса, ол баланы жасанды түрде изуродовать дейді ғой. Бетін жаман қылып кесіп, олар аяғын кесіп, солай жасаған. Себебі олар сенген, егер де беті жаман болып, қолында аяғында қиындықтар болатын болса, оны аяйтындар, оған ақша беретіндер көп болады. Соның салдарынан ол өзіні де, әулетімізде бағалады деген сияқты сенімде болғанда. Соның нәтижесінде ол баласына сондай нәрсе жасаған. Бала да сенген. Олар мен үшін жасап жатыр, и ол көмек береді деп. Енді құнын қараңызшы. Өмір бақи өзіні қабылдамау, өзін жек көру, өзін кем ретінде көру арқылы белгілі бір ақшаны алуда, мысалы, Енді тура сол сияқты бізде де өмірімізде өкінішке орай ата-аналар бар. Сенімі тұрғысынан өз баласына зиян келтіретін. Яғни олар сеніп тұр, егер де мен шыдасам, әкесінің шетіне немесе лудомания тәуелділігіне шыдайтын болсам, балама көмек берем. Ол сеніп тұр солай. Бірақ шын мәнінде өкінішке орай көмек емес, керісінше зияны көп болады. Енді бұл жерде қалай болып тұр? Бала сөзді емес, яғни анасының біз толық отбасымыз, әкең жақсы деген сөзді емес. Нейрокопирование деген нәрсе бар, яғни әрекетті көшіреді. Мысалы, анасы шыдап өмір сүріп жатыр ма? Бала 7 жасқа дейін бейсаналы деңгейде шыдап өмір сүру керек дегенді көшіреді. Екіншісі, өмір бойы дәл өзінің өмірінде қандай оған адамдар әділетсіздік жасаса да, бала оны солай қабылдайды. Дұрыс айтасыз. Бұл тіпті зерттеулерде де бар да. Ғылымда Кукло Бобо деген Бандураның несі бар, зерттеуі бар. И сол жерде айтады, бала көбінесе көргенін көшіреді. Айтқанын емес. Айтуды да көшіреді, бірақ 10%, ал көргенін 90%. Яғни аналар шыдаймын деп баласына шыдауды үйретеді. Бір. Екіншісі, шыдау арқылы онда қандай әрекет болып жатыр? Конфликт бар, бірақ конфликтті шешіп жатқан жоқ қой. Конфликт сенің өміріңде болады, ол табиғи құбылыс, шешуге міндетті емессің, шыдауға міндеттісің деген сияқты конфликттен қашуды үйретеді. Және тағы да басқа үлгілерді. Яғни кейбір кездері адамның сенімі өкінішке олай балаға травма әкелуі мүмкін. Шыдап өмір сүргенмен салыстырғанда оған конфликт ол қалыпты, бірақ конфликтті шешу үшін ата-анаң бәрін жасап жатыр. Кезең болады, не шеше аламыз, не шеше алмаймыз деген сияқты үлгіні көрсететін болса, яғни конфликтін шешуге болады деген үлгіні көрсететін болса, бұл бала үшін тиімдірек болады. Біздің қазір қазақ қоғамында белгілі бір поколение бар. Әйел адамға деген көзқарасы өте нашар. Әйел адам үйдегі ұрып соғуды, ішкілікті норма санайтын. Демек, ол поколение кезінде сол нәрселерді көріп, қазір сол нәрсе бетіне шығып тұр ма? Иә, мынандай нәрсе бар да. Біз бейсаналы деңгейде, автоматты деңгейде өткен өміріміздің сценарийсін қайталаймыз. Осы жағында айтайықшы, Иә, мысалға айтатын болсақ, біз ата-анамыздың үлгісі қандай болды? Ана әкеге шыдау керек. Әке сыртқы жұмысты жасап, үйде міндеттерге араласпау керек. Әкеге сөз асырмау керек деген сияқты үлгіде өмір сүрдік, Енді қазіргі заманда қалай болып жатыр? Қазір кішкене трансформация заманы болып жатыр. Бұл жерде отбасының да үлгісі, өмірдің да үлгісі өзгеріп жатыр да. И бұл жерде басымызбен түсініп тұрмыз, өмірімізді өзгертуіміз керек екендігін, бірақ айттым ғой жаңағыда да, тело помнит больше деген нәрсені. Яғни біз
өткенде көрдік қой оны, үлгіні, реально үлгіні, бағыну үлгісін, қолдау үлгісін, сөз сөйлемеу үлгісін, шыдау үлгісін, соны мына жерде бейсаналы деңгейде қайталаймыз. Маған өте көп клиент келеді, айтады, мен ата-анаммен жақын қарым-қатынаста болмадым, олардан эмоционалды қолдау көрмедім, мен қазір осыны балама бергім келіп жатқан жоқ, бірақ по факту егер былай шындыққа қарайтын болсам, мен балама өте қаталмын, мен баламмен шынайы отыра алмаймын, оларға эмоционалды көңіл бөле алмаймын деген нәрсе бар да. Енді бұл жерде не болып жатыр? Бұл жерде өткен сценарийні автоматты деңгейде қайталау болып жатыр. Яғни сіздің көргеніңізді қайталау ол өте жоғары. Мәссаған. Демек, бізде мынандай ғой, әкең жаман болса да оны жақсы деп айтады. Әкесі ақша таппайтын болса да оны көп ақша тауып жатыр деп айтады. Демек, ол сөз тек қана 10% қана әсер етеді. Мен ойлаймын, бұндай әрекеттің өзі баланы бір 200-лікке де тәрбиелейтін сияқты, иә? Мүмкін. Себебі мынандай ғой, әкең жаман болса да деген нәрсе, ол жаман болса да сен оны жақсы көруің керексің деген сияқты нәрсеге келеді. И кейін осы жерде мынандай нәрсе бар, бейсаналы, жақсы көретін адамым жаман болса да мен оны жақсы көруім керек. Ол болашақта көп, осындай клиенттерімнің категориясы да өте көп, 20-25 жас аралығында келете маған айтады, менің жігітім бар, негізі мен оны жақсы көремін, негізі ол жақсы, бірақ дейді, анау жаман тұстарын айтады. Ал жаман тұстары негізі ол клиентімнің миында үлгі ретінде үйреніп қалған бейне ғой, жақсы көрем, бірақ жаман тұстары бар, мен оған шыдауым керек деген ше. И бұл 200-лікке де үйретуі мүмкін. И бұл махаббат деген ұғымның дұрыс емес тракталуына, яғни өзіне дұрыс емес ретінде түсінуіне септігін тигізуі мүмкін. Қазіргі таңда енді көбірек саналы адамдар енді дұрыс қарайтын психология көбірек деп ойлаймын, бірақ десек те осы салада мүмкін психологтар көбейіп кеткеннен ба, әлде түрлі жаңағы квалификациясы жоқ мамандардан ба, білмеймін, терапия десе көп адам күмәнмен қарайтын нәрсеге жеттік та, уақытқа жеттік. Жалпы осындай проблема бұл бір ғана диагностикадан, бір ғана терапиядан шешілетін нәрсе емес қой. Ұзақ уақыттық терапияның керектігін сіз де, мен де жақсы білемін да. Осы жерде айтыңызшы, терапия шынымен маңызды ма? Білесіз бе, терапия, мен ғылыми психолог ретінде 100% білетінім, терапия өте маңызды. Елестетіңіз, сіздің басыңыз қатты ауырып жүр. Сіз бардыңыз, МРТ, тағы да басқа диагностикаларды өттіңіз, білдіңіз басыңызда осындай физиологиялық өзгерістер бар екендігін. Енді білдіңіз, осыны өзіңіз емдей аласыз ба? Окей, врач керек, иә? Иә, врач керек. Екіншісі, қаншалықты сіз дайынсыз, қандай өзгерісті енгізу керек екендігіне, дайындық деңгейіңіз. Енді сіз біліп тұрсыз, біріншісі, мен өткен өмірімді папа-мамамның өмірімен өмір сүргім келмейді. Бірақ бұл деген сөз, избегаю деген сөз, мынаны қаламай тұрмын деген. И психологияда мынандай дәлел бар да, от чего бежишь, яғни неден қашасың, соған 100 рет келесің. Неге? Себебі сен мына жерден бір нәрсені алуың керексің. Яғни бұл жерде мынандай мысал бар. Медицинада бір клиенттің аяғы сынып қалған екен. Соған бірінші көмек ретінде бірінші рентген түсіріп көмек көрсеткен. Содан кейін дәрігерлер аяғының сынуының себебін зерттеген. Не үшін сынды? Сөйтіп қараса, ода иммунитеті да жақсы, сүйек құрылысы да жақсы, барлығы жақсы. Тек қана ең қызығы, ода үйінен түсіп келе жатқан кездегі баспалдағы нашар екен. Енді баспалдақты өзгертпесе, оның қайта сыну ықтимал мүмкіндігі өте жоғары ғой. Тура сол сияқты, егер де біз бір мәселені қашып, бірақ оны түсінбесек, неден қашып жатқанымызды, және неге келгіміз келетінін түсінбесек, өкінішке орай қашқан жерімізге қайтып келе береміз. Яғни аяғыңды саған емдеп береді, условно, ал бірақ сен сындырып алу ықтимал мүмкіндігін көптеу. Енді терапия дегеніміз ол психологиядағы емдеу тәсілі. Және егер де сен түсінсең, ата-анаңды біріншіден қабылдасаң, олар осындай, олардан маған алған дүнием, олардан бәрібір аласың сен.
Сен ата-анаңның бейнесісің. Сен олардан алған түсім осы, өзіме рұқсат беретін нәрселерім осы деген сынды нәрселерді мимен түсініп қана қоймай, жүрегіңмен сезініп, оны әдетке айналдырсаң ғана сен жаңа өзіңнің өмір сценарийге келесің. Менің проблемам осы қарым-қатынас ғана, немесе менің проблемам осы жаңағы жаман мінезім ғана деп шын мәнінде терапиядан өткен адамдар негізі түсінеді деп ойлаймын. Ол сенің қазіргі бетіне мына көрініп тұрған мына су болса, бұның астында көзге көрінбей жатқан қаншама нәрсе бар. Демек, біз терапияға не үшін барамыз? Осы проблеманың астындағы заттарды зерттеп соны шешу үшін, иә. Және осы терапияда мен күшті бір затты айтайын. Мына нәрсені түсіндім да. Терапияда сен барып жұмыс жасайтын болсаң, түбіндегі себебін де салдарын да бәрін шешетін болсаң, сенің басқа да проблемаң шешіліп кетеді. Иә, ол сондай бір ол чудо ма, әлде ол солай жұмыс жасайтын ғылым ба? Иә, терапия, психология солай жұмыс жасайтын ғылым. Яғни бір мәселемен келесің, бірақ көп нәрсенің емін табасың. Мысалы, менде клиенттерім бар, бизнес психологиямен келеді. Бизнеста жұмыс жасау барысында біз стресс, қорқыныш, үрей осылармен жұмыс жасаймыз. Жай ғана осының себебін, нағыз себебін тапқан кезде ол тіпті отбасылық өмірдегі де мәселелерін шешеді. Яғни терапия дегеніміз сенің бір мәселеңді саналы түрде шешу арқылы бейсаналы деңгейдегі анау мәселе емес деп жатқан нәрселерінің оларды оңай шешуіне көмек береді. Жаңа өміріңе, өз өміріңнің авторы болуға көмек береді. Себебі сен терапияға дейін жай ғана бейсаналы деңгейде ата-анаңның өмірінің жалғасы ретінде қарастырып келдің, иә. Соңғы 5 жылда адамдардың психикасы өте қатты өзгеріс бар екенін көрсетеді дейді. Жалпы осы нәрсеге не әсер етіп жатыр? Бір заттың, бір өзгерістің да бірақ себебі болмайды, бірнеше себебі болады. Енді соңғы 5 жылда алатын болсақ, біріншісі ол ковид. Оқшаулану, адамдардың көп уақыттан бері қашып жүрген, яғни тікелей қарым-қатынасқа түк етіп түсірген кезі ғой. И осы жерде ковидтің кезінде көп депрессивный состояние жоғарылады. Үрей көп, қорқыныш көп, адамдар өз эмоциясын басқара алмау, қарым-қатынаста қиындықтардың болуы деген сияқты. И мынау бірінші себеп. Екінші себеп ол бізде қазір өте қарқынды цифровой век дамып келе жатыр да. Яғни кезінде қолжетімсіз болған дүниелер бізге қолжетімді. Оның минус тұсы психологияда өте жоғары деңгейде салыстыру деген программа бар да. Әр адам өзін эволюциялық деңгейде салыстырады, басқада мықты болғысы келеді. Енді осы цифровой век постоянно салыстыруға итермелейді ғой. Сен идеальный өмірді көріп тұрасың ғой, анау Инстаграмда, ТикТокта сен өзіңді салыстырасың. Салыстырғаннан кейін белгілі бір тұстарда өзіңді құнсыздандырасың, әлсіз ретінде көресің. Және бұл неге келеді? Опять-таки выгорание, шаршау, депрессия, сондайға келеді. Бұл екінші себебі. Және үшінші себебі енді әрине себептері көп. Алайда мен өзім үшін өте маңызды деп білетінім ол режим. Тамақтану режимі болсын, физиологиялық ұйқы режимі болсын. Қазір мынау TikTok заманында, мынау информационный заманда көп жастар өкінішке орай түнгі режимді бір құндылық ретінде көрмейді. Және түнде де ұйықтамай жүре береді. Ал бұл өз салдарын береді, накопительный эффект ретінде. Например, 20 жаста түнде ұйықтамасаң нормально, но бірақ 25 жаста ұйықтамасаң түнде ол кейінгі 2 күніңе қатты әсер етеді. Вот осылай бірнеше себептер психологиялық мәселелердің адамдарда көбеюіне әсер етті. Жүректегі тыныштық табу деген ол қандай көрініспен бейнеленеді келген адамдарда? Қараңыз, кезінде біраз уақыт алдын, бізде мынандай модель поведение дейді, мінез құлық моделі болды. Яғни физиологиялық қажеттілігіңді қанағаттандырсам, материалдық қажеттілігіңді қанағаттандырсам болды деген нәрсе. Яғни миыны қосып өмір сүру керек. Шыдау керексің, істеу керексің. Қалаймын, қолымнан келеді, міндеттімін дегеннің ішінде міндеттімін деп жүре бердік кезінде. Бұл деген сөз біз барлығымыз бейсаналы деңгейде миды тыңдап кеттік.
Осы арқылы выживать еттік. Ал енді қазіргі таңда мынау мен міндеттімін деп өмір сүріп жүргендер өзін жоғалтып алуда. Себебі базалық қажеттіліктер қанағаттандырса да олар тоқтай алмай жатыр. Ары қарай депші. Соның салдарынан мына жүректің қалауы не, мен қазір не қалап тұрмын, және бұл қалау менікі ме әлде маған қоғам байлап жатыр ма деген сияқты сұрақтарға жауап бере алмайды көптер. Мысалы менің көп клиенттерім келеді де айтады: Зарина ханым, менде кредит бар, менде анау бар, менде мынау бар дейді да. Ал кейін көп сұрақтар қойған кезде, ал сен негізі не қалайсың? Егер кредиттерің болмаса не қалайсың? Ол болмаса не қалайсың деп сұрақ қоя берген кезде көпшілігінің жауабы: жай ғана баламды иіскегім келеді, құшақтағым келеді, онымен уақыт өткізгім келеді дейді де жылай береді. Бұл жерде не болып жатыр? Бұл жерде жан қалауынан тым алыста. Ол өзінің ішкі жан дүниесіндегі дауысты естіп жатқан жоқ. Баласын құшақтай алмайды кей кездері. Себебі басымен өмір сүріп кеткен. Ол тек осы басымен өмір сүруге кетіп тұр ма, әлде бұл уақыттың жоқтығы ма, немесе мүмкіндіктің жоқтығы ма, қалай айтуға болады? Қараңыз, жаңа да айттым, автоматты тұрғыда өткенді қайталау сценарийсі дедім ғой. 90-шы жылдарда біздің ата-анамыздың уақыттар болмаған. Шын мәнінде де уақыттар болмаған, себебі олар материалды бізді базалық қажеттілікпен қамтамасыз ету керек еді. Ал енді қазір бізде мүмкіндігіміз бар, шын мәнінде үйлері бар, секциялары бар, оқушылар балаларын қарай алатын ата-аналар әлі де осымен жүр. Олардың бейсаналы деңгейде балама секция берсем, үйі болса, ортасы болса болды дегенмен жүр. Яғни балаға шын мәнінде жүрегіңізбен сұрақ қойсаңыз, қазір сіздің балаңызға мысалы не керек? Мамасына не керек? И бұны ештеңе компенсировать ете алмайды, ештеңе оны жаба алмайды. Бірақ бұны біз ойлап тұрмыз уақытымыз жоқтықтан. Жоқ. Біз алдында балалар психологымен осы туралы сөйлескен кезде ол теманы талқыладық. Негізі подкасттағы көрген адамдар болу керек. Жалпы ол үлкен бір уақытты талап ететін, немесе 10 сағаттап, 20 сағаттап балаңа жабысып отырудың қажеті жоқ деген затты айтқан еді. Контакт деген нәрседе, яғни жүрекпен сезіну. Мен өзім мысалы менің 6 жастағы балам кеше мектепке бармайым дейді. Бармайым, не хочу дейді. И бір моментте менде ашу көтеріледі. Сен капризничать етіп жатырсың деген сияқты да. Енді екінші жағынан балам не қалап тұр? Балам менің көңілімді қарап тұр. Балам менің оның сабағының мәнді екендігін көрсетуімді қалап тұр. Түсінесіз ба? Олар бала деген сондай қажеттілігін, мен осындай сенің зейініңе қажетпін, сенің вниманияңа қажетпін деп айтпайды. Олар немесе шынымен сабаққа барғысы келмегеннен айтпайды. Барғысы келмегеннен емес. Осыны анықтап алу керек, көбісі жалқау деп айыптап жатады ғой. Тым қызығушылығың жоқ деп. Оның арқасында көбінесе қорқу, өзіне қанағаттанбау жатады. Мысалы менің баламда менен өткен перфекционизм бар. Яғни ол әдемі жазуға қатты талпыныс жасайды да. И оның қасындағы бір қыз айтқан екен: сен әдемі жазасың деп. Содан ол маған бірінші бармайым дегеннен кейін мен көңіл бөлдім, сұрадым. Егер сен менің орнымда қалай болса, не сұрар едің өзіңнен, сен қалайсың деген сияқты айтқан кезінде ол айтады: мен бармайым, себебі мен жақсы жазуды білмеймін деп жылап жүрді де балам. То есть қараңызшы, бала деген саған айтпайды: мен мектепке бармайым, себебі мен жақсы жазуды білмеймін, маған жақсы жазуды үйретші деп айтпайды. Ол жай ғана айтады: мен барғым келмейді дейді. Ол өзінің әлемінде ол барғысы келмей тұр, бірақ себебін түсініп тұрған жоқ. Сіз сөйлесу арқылы шығарып алдыңыз. Дұрыс айтасыз. Бала деген өз қажеттілігін және өз қорқынышын, өз қалауларын әлі қалыптастыра білмейді. Ал ата-ана осыны қалыптастыруды үйрету керек те. Менің ойымша бұл тек қана балаларда емес, негізі қазіргі таңда үлкен адамдарда да бар нәрсе. Өз қалауымды білмеймін, өзімді таппай жүрмін, немен айналысатынымды білмеймін дейтін адамдар көп. 21 ғасырдағы мен ғылыми психолог ретінде білетінім, ол ең негізгі дағды, қазір бізге өте керек дағды. Мен не қалаймын деген нәрсені түсіну. Екіншісі, мен не қалаймын деген нәрсені сөзбен жеткізе алу.
мысалы жолдасына болсын, бізде көп қой қоғамда әйелдер бизнеспен айналысқысы келеді, бірақ айтуға қорқады. Бірақ айтсам рұқсат береді ма бермейді ма тәуелді. Бірақ жасасам қателік жасап қалмайын ба деген сияқты да. Яғни біріншісі өз қажеттілігіңді білу керексің, екіншісі оны сөзге айналдырып өзіңе де өзгеге де дұрыс жеткізуді үйрену керексің. Сосын үшінші дағды, ол мысалы бізде балалар қалай жасайды, қиналды реакция білдіреді ғой. Яғни мектепке барсам, қазір менің балам мысалы мектепке барсам, ол мені қайта мазақтайды, маған ауыр тиеді, мен барғым келмей тұр деп айтқысы келіп тұр ғой. Бірақ ол осы кезде ғана қиналғысы келмей тұр, сол кезде маған реакция ретінде жылап тұр да. Біз үлкендер де сөйтеміз. Трекке тіреген кезде күйеуімізбен болды, мен точно жұмыс жасаймын деп реакция білдіреміз да. Ал үшінші дағды, өмірлік қажет дағды, ол ашуланған, ренжіген кезінде емес, өз қажеттілігіңді түсінуден кейін спокойно кезде әңгімелесу, айта алу, маған осы керек деген сияқтыны. Бұлдан негізі көптеген тәжірибелермен келеді. Мен ойлаймын, ашық сөйлесу ол баламен де, үлкен адамдармен де кез келген қарым-қатынасты дұрыстауға әсер ететін зат сияқты. Мен де осы нәрсені үйрендім ғой. Ол тілмен сөйлесу адамның ең негізгі ерекшелігі, жануардан ерекше бөлек ететін бізді нәрсе. Бірақ өкінішке орай біз тілдесу мәдениеті, тілдесу дағдысын білмей жатамыз. Себебі біз көбінесе бұл жерде адамдарда не үшін сөйлей алмайды? Ол өзгенің көңіл күйіне тәуелді, өзгенің ойына тәуелді, өзгенің рұқсатына тәуелді. Міне осы үшеу болған жерде, яғни бұны психологияда растворение дейді, өзгенің көңіл күйі, эмоциясы арқылы өмірін нақтылайтын дейді. Осы болған жерде өкінішке орай тілдесу өте қиын. Трецтан бір затты оқып қалдым да. Біз бұрын ата-анамыздан травма алдық дейді. Ол жақта жазып отыр. Қазір біз балаларымыздан травма алып жатырмыз дейді. Жалпы осыны қалай түсінсек болады? Мысалға осы поколенияда адамдар сол затты мен өзім көргенді балама көрсетпейін деп шынымен өздері травма алып жатыр ма баладан? Трансформация заманы қазір. Бұрында біздің ата-анамыз, олардың ата-бабалары жасағаны 100% дұрыс, солай жасауымыз керек деген позицияда өмір сүрді. Яғни ол жерде трансформация емес, жай ғана ұрпақтан ұрпаққа берілу дәстүрі болды. Ал енді не болып жатыр? Біз мынау бұрынғы дәстүрді көрдік. Және ол жерде айтып жатырмыз, бізге мынау ұнамайды, бізге көңіл бөлмегендер ұнамайды, олардың конфликтілерін шешпегені ұнамайды, шыдап өмір сүрген ұнайды. Біз біліп тұрмыз басымызбен, бізге не керек екендігін примерно. Бірақ біз эмоционалды деңгейде қалай жасау керек екендігін білмейміз. Енді бізден бала пайда болды. Енді бұл балалар мына ойды бізде нейрокопировать етіп жатыр. Қалай жасау керек екендігін олар өздерінше әрекетпен көргісі келіп тұр да. Яғни трансформацияланып жатыр балалар. И біз, например, мамамызға сенің айтып тұрғаның дұрыс емес деп айтудан қорқсақ, олар айтып көріп жатыр. Сенікі дұрыс емес деген сияқты. Ал біз өзіміз санамызбен дайын едік қой трансформациялануға. Бірақ өмірге келген кезде, бізге айтқан кезде сенікі дұрыс емес. Бізде не болып жатыр? Стресс болып жатыр. Басымызбен түсініп тұрмыз. Бала олай айтуы это норма екендігін, бірақ біздің денеміз ондайға үйренбеген, біз өмір өзіміз айтпағанбыз. И біз мына жерде шоке. Екі поколенияның ортасында қалып кеттік. Шын мәнінде де солай. Яғни бізде трансформация қалап тұрмыз, бірақ трансформациямыздың көзі бала екендігін көрмей тұрмыз. Бала арқылы біз өзгере аламыз. Әр туылған бала, егер трансформация болам деген ата-ана, саналы ата-ана болса, ол сізді көп нәрсеге үйретеді. Әр балаңыз. Менің үлкен балам перфекционизмді төмендетуді үйретті. Мен ортаңғы балам, ол өте қозғалшақты, бір минутта көп нәрсеме айналыса алады да. Ол менің көп міндеттілігім бар ғой. Менің де көп міндеттілігім бар. Сол міндеттерімді төмендетуді үйретті. Келесі үшінші балам менің аффективно-респираторный приступы болған, яғни ол сезімдерін 3 жасында өте жақсы жеткізеді. Ол маған кеше ғана бүйтіп айтады: мама, ты была злая, но я не знаю почему дейді. Маған айтады:
мен айтамын, потому что ты потерял деймін. Мен одан айтып тұрмын, сен себебі кінәлісің деп. Ал ол маған айтады, мен жоғалтқаныма кінәлі емеспін, мен білмей қалып жоғалттым, а сен дейді ашуланып тұрсың, себебі дейді мен сенен сол жоғалтқан нәрсемді тауып бер деп талап етіп тұрғаным үшін дейді. Яғни мен мына балам менің өз сезімімді жақсырақ, одан да жақсырақ түсінуге үйретіп жатыр да. Әр бала бізге өзгеруімізге себеп болып жатыр. Мынау біз айттық қой, өзгергіміз келеді, ата-анамыз сияқты өмір сүргіміз келмейді деп. Вселенныйға біз послание жібердік, әр баламыз бізге өзгеруімізге кепілдік береді, былайша айтқанда. Бірақ оны дұрыс қабылдасаң ғана. Өзгеру керек, жұмыс жасау керек деген затты адамдар енді саналы түрде түсініп тұр. Бір нәрсе дұрыс емес екенін түсініп тұр. Бұл қарым-қатынастың дұрыс емес екендігін, ол ата-ене болсын, күйеуің болсын, жұмысыңдағы адам болсын, кім болса, жалпы өзгеру керек екенін түсініп тұр. Бірақ адамдарда осы жағдайда избегание болады, Жаңа сіз де айтып қалдыңыз, избегание деген сияқты. Адамдар неге өзгеруге барғысы келмейді? Адамдар неге өзгеруге барғысы келмейді? Қараңыз, біз эволюционный тұлғамыз да, яғни біздің белгілі бір историямыз бар, қалыптасуымыздың. Яғни эволюция бойынша бізге миымыздың энергиясын сақтап, осы сақтау арқылы выживать ету. Яғни көп қозғалмасаң, көп ұйықтасаң, күшің болса, өмір сүріп кеттің ғой бұрынғы заманда. Тура сол сияқты қазіргі кезде бізде өзгеруге деген қажеттілік бар, бірақ өзгерудің артында бір жаңа нәрсе жасау деген жатыр да. Әрекет жасау, иә. И біздің миымыз сол жаңа нәрсені жасау энергияны құрту деп қабылдайды біздің миымыз. Енді осы энергияны құртпау үшін ол миымыз бізді әртүрлі тұрғыда қорғайды. Мысалы, керемет енді ғалым, маған ұнайтын ғалым Зигмунд Фрейд айтады да, қорғаныстың көп түрі бар дейді. Яғни қашу, избегание, в прямом смысле бір нәрсені жасау барысында бірінші түрі ол вытеснение. Мысалы айтатын болайықшы, мен 1 миллиард жасағым келіп тұр бір айда. И біріншісі ол біз вытеснять етеміз. Шын мәнінде бұл маған қатты маңызды емес, зачем ондайлар, сондай маңызды емес нәрсе ғой деп. Мына қалауымыз тұрда мида, бірақ біз оны мейлінше бұл менің қалауым емес, ол өтірік нәрсе деп шығарып тастап жатырмыз да. Қабылдай алмай тұрмыз. Қабылдағымыз келмей тұр, потому что қабылдасақ оған баруымыз керек қой. И екіншісі ол рационализация деген нәрсе бар да. Яғни түрлі себептерді табу арқылы біз өзіміздің әрекетке бармай жатқанымызды ақтап алғымыз келіп тұрды. Мысалға, мен миллиард жасағым келіп тұр, бірақ өкінішке орай қазір менің балаларым бар, өкінішке орай қазір менің мүмкіндігім жоқ, уақытым жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп түрлі себептер табамыз анаған бармау үшін. Бұл қорғаныстың немесе избеганияның екінші түрі. И қашудың мынау өз қалауыңнан өзгеруге келуден қашудығы ол үшіншісі. Яғни өзің қалап тұрсың да, өзгерім келеді деп тұрсың, бірақ сен оны мойындамайсың, мен өзгерім келеді деп. Анау өзгерткісі келіп тұр мені. В точку. Мысалы, яғни кеше маған бір клиент келді да, и маған айтады да, мен негізі ақша табуым керек, себебі менде кредит бар, үйімізді үйтуім керек. Бұл қажеттілік, бұл прям необходимо, менің балаларым үшін қажет, менің анау ата-әжем менен сұрап тұр дейді да. Шын мәнінде олар емес сұрап тұрған, ол оның ішкі қажеттілігі. Бірақ оны ішкі қажеттілігі мен қалап тұрмын деу үлкен жауапкершілік қой. Мен қалап тұрмын. Бұл маған керек деп айту. Маған керек, иә. Мысалы, менен жолдасым өте жиі сұрайды. Зарина, вот сен 3 погодка бала болсаның, ақша жағынан мәселе туындап тұрған жоқ, не үшін саған жұмыс керек дейді. И егер де мен мынандай психологиямен айналысып жүрмесем, былай айтам, ну потому что нужно ақша, анау-мынау деген сияқты. Ал шын мәнінде мен мойындаймын, менің бір бөлігім бар, перфекционист, карьерист и бір жұмыстан ләззат алатын бөлігім бар. Яғни именно психологиядан ләззат алатын бөлігім бар да. И мен жолдасыма айтам, ақшаның жоқтығынан емес, балаларымның қажеттілігін өтеу үшін емес. Менің ішкі жан дүниемде бір бөлігім бар, осымен айналғысы келетін деген сияқты. Яғни өзім мойындаймын.
міне осындай избеганияларды түсінген кезде біз қалауымызға нақ қараған кезде қалауды көрдік, қалаудан кейінгі но дегеннің барлығы избегание. Мен мысалы баламды керемет етіп тәрбиелегім кеп тұр, но дегеннің барлығы сізді избеганияға келеді. Мен тәрбиелегім кеп тұр, дальше действия, былай істеймін, осының барлығы тікелей мақсатқа бағыттайтын әкелетін әрекет. Және осы жерде менде бір сұрақ туындады. Мысалы, адам өзінікін дұрыс емес екендігін біліп тұрса да, біліп тұрмаса да, жалпы біреуді өзгерткісі келіп тұрады ғой. Осы жайында айтайықшы. Мен ол арасында бүйтіп айтатын адамдар, мен де идеальный емеспін, бірақ ол осындай деп жанында өзін емес айналасындағыларды өзгерткісі келіп тұрады. Оның ойынша проблема ода емес, айналасындағы адамдарда. Және бізде психологтар айтады ғой, біреуді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт деп айтады. Сосын бізде жаңағы айтайын қарапайым адамдарда бір мысленно атака кетуі мүмкін. Менде бәрі жақсы, бірақ проблема күйеуімде. Неге мен өзгеруім керек деп қабылдай алмайды, иә? Енді осы жайында айтайықшы. Күйеуімде, ата-енемде, баламда, досымда деп барлық нәрсені айтуы мүмкін. Бұл не только күйеу. И психологияда транзактный анализ деген нәрсе бар. И барлығымызда 3 бөлшегіміз бар. Ата-ана бөлшегіміз бізде өте критиковать ететін, жоғары рухани талаптарға әкеліп, тәрбиелеп, бізді бағыттайтын бөлігіміз бар, ата-ана бөлігіміз. Мына жерде взрослый бөлігіміз, міне мәселе, міне шешім деп қарайтын, и детский бөлігіміз бар. Раним, қалайтын. И осы детский бөлімде застревать, яғни осы бөліммен өмір сүретіндерде өкінішке орай мен емес кінәлі, анау кінәлі дейтін механизм болады. Бұл механизм қорғаныс механизмі. Яғни сен егерде мен өзім кінәлімін десең, қалай, мына жерің көкірегің ауырады ғой. Мойындау қиын ғой. Ал бірақ анау кінәлі, мынау кінәлі деу арқылы бейсаналы деңгейде бала өзін жақсы сезінеді. Байқасаңыз, бала құлап қалса, бірден кішкентай бала шын мәнінде айтады, сен кінәлісің дейді. Игрушкасын біреу алып қойса, анау кінәлі дейді. Беріп қойған мен өзімде жауапкершілік деп айтпайды ол ешқашан. Анау кінәлі, ол алып қойды дейді. Демек, бұл туылғаннан бізде қалыптасатын зат па? Бұл туылған кезінде балаға тән қасиет. Бала өсе келе ода бөлшектері пайда болады. Мысалға айтатын болсақ, Эриксон деген ғалым бар. Баланың даму периодизациясын күшті сипаттаған. Айтады, егерде 2 жасқа дейін бала міне осындай деңгейде болады. Мен кінәлі емеспін, 3 жасқа дейін дейікші. Анау кінәлі, мынау кінәлі. Бірақ 3 жаста егер дұрыс дамитын болса, мен де, маған да берші, мен де жасағым келеді, саған көмектесейінші деген, яғни взрослый деңгейдегі әрекет пайда болады. Одан кейінгі кезеңде де дұрыс дамитын болса, ода өзіне талап қою, яғни мен мынаны жасауым керек, мен мынаны үйреніп керек деген сияқты кезең келеді. Яғни көрсеңіз, 3 бөлігіміз өз кезеңмен дамып келе жатыр. Енді мына кризистерден дұрыс өтпеген, біз дұрыс өтпедік қой көбіміз. Міне осы дұрыс өтпегендер, мына бөліктер болады ода, и бір бөлігінде, яғни бала бөлігінде қатқылат өзгелерден кінә іздейтін, өзгелерден қолдау күтетін. Демек, бала позициясы деген сол. Енді бір тарап болады. Мысалы, менің өзімде психологпен жұмыс жасаған кезде, менің айналамдағы, бір адамдар айтып жатады да, мен өзіммен жұмыс жасағанда айналамдағы бәрі өзгеріп кетеді дейді. Мен өзімнен мына нәрсені байқадым. Мен жұмыс жасағанда айналамдағылар өзгерді ма, әлде менің соған деген көзқарасым өзгерді ма? Қайсысы дұрыс? Мен сізден сұрап тұрмын. Давайте былай. Адам өзімен жұмыс жасау барысында, ішінде өзгеріс болады. Ол жоқ деп айтуды үйренеді. Ол өз приоритеттерін қоюды үйренеді. Өз уақытын, ойын, сезімнің құндылығын үйренеді. Яғни ол өзіне қатысты, өзіне қатынасты реттейді. Мен осылай болады, осылай болмайды. Менің уақытымды ескеру керек деген нәрсені. Ол өзімен қатынасты реттеген кезде өзгелерге де дұрыс талап қоюды үйренеді. Сол арқылы
өзгелер оған қарым қатынасын өзгертеді, шын мәнінде де өзгертеді. Менің клиентім бар, менде 1,5 жыл терапия өтті, и терапияға келген кезде тура осындай состояниеда келді. Күйеуім мені тыңдамайды, күйеуім мені бағаламайды, күйеуім маған міндеттерді артып қойған, ол 100% өзгермейді деген сияқты. И мен оған айтамын, күйеуім мені бағаламайды, күйеуім мені құндылық ретінде көрмейді, мені тыңдамайды. Енді осы сұрақтың өзіңе қойшы, өзіңді бағалайсың ба? Өзіңнің уақытыңды есептейсің ба? Өзіңнің приоритеттеріңді қоясың ба? И ол отырды да, жоқ дейді. Міне мәселе. Осы нәрсе ғой зеркалит деген. И сен когда өзің түсінесің, өз уақытыңды, құндылығыңды, маңыздылығыңды түсінген кезде, сен ол адамнан да соны талап ете аласың да. И ол саған солай қатынас білдіреді. Енді ең қызығы, терапиядан кейін қазір біз тіпті рилста түсіріп жүрміз сол клиентпен. И ол айтады, Зарина ханым, мә осылай болады екен ғой. Мен жұмыс жасағаннан кейін, 2 айдан кейін дейді, мен ойламадым осылай айтатынымды, бірақ менің күйеуім негізі мені қатты бағалайды ғой. Негізі ол мені үнемі тыңдайды дейді. Кейін сонда қалай болған, қызық деп маған сөйтеді. Маған да қызық ол сұрақ. Шын мәнінде ол осылай жұмыс жасайды. Іште жұмыс жүреді, сыртта подтверждение көрініс табады. Іште жұмыс жасау, ол өзіңмен өзің алысу, ішкі түсінікке келу, өз қалауыңды түсіну, ол 2 ай көлемінде, 3 ай көлемінде болады. Сол кезде күйеуіңмен түсініспеушіліктер де өз деңгейінде болып жүреді. Бірақ сен өзіңе нүкте қоясың ғой. Маған 100% менің ойым маңызды, сезімім маңызды, приоритеттерім бар, өзімді құнды ретінде есептеймін деген кезде, нүкте қойған кезде ғана өзгеріс пайда болады. 2 айдан кейін. Кім психологтан нәтиже ала алмайды, немесе қандай психологтан нәтиже ала алмайды деп сұрайыншы? Былай жасайықшы. Қазіргі заманда өкінішке орай, бұл ақиқатта психологияға ғылым ретінде емес, эмоция ретінде келетіндер өте көп. Бұл деген сөз, ғылым ретінде дегенім ол, мен бакалавриатта, магистратурада, докторантурада оқыдым, оның ішінде нейропсихология дегенді өте жетік мен Кореяда меңгердім, оны 1 жыл сол жерде оқыдым. Ал Германияда мен басқару психологиясын оқыдым. Яғни бұл мен не айтайын деп тұрмын? Бұл мен психология ол эмоция емес, ол ғылым екендігін айтайын деп тұрмын. Екіншісі, ол қазіргі заманда өкінішке орай бізде өз мәселесін шешу мақсатында түрлі курстарға барып, мәселесін шешіп алып, осы жол барлығына келеді дейтін психологтар өте көп, өкінішке орай. Ал психология ғылым деп тұрғаным, ол әр адамға жеке подход керек, әр адамды емдеудің жеке тәсілі жұмыс жасайды дегенге шақырады ғылым. Яғни сіздің басыңыз ауыратын болса, мысалы біреуді аналгин емдейді, а біреуге аналгин кері ықпалын тигізеді. Енді эмоция деп келіп тұрған психологтар, олар белгілі бір курста өзіне көмектесті ғой, и олар 100% сеніп тұрды. Жаңағы мысал сияқты ғой, уродовать еткен деген сияқты. Сеніп тұр, осы арқылы оған көмектесуге болады. Бірақ ғылым өкінішке олай емес. Сен бір клиентпен жұмыс жасау барысында, сен клиентті бірінші зерттейсің, навязывать етпейсің. Яғни шынайы оның бейнесін көрсетесің. И екіншісі, оған мейлінше, оған ыңғайлы, экологично, дұрыс келетін, дәлелденген тәсілдерді ғана қолданасың. Дәлелденген деп тұрғаным, мысалы мен 1 айында когнитивті мінез-құлық терапиясын қолданам. Яғни полностью мен оның миын зерттеймін, миының ерекшеліктерін зерттеймін. Мысалы перфекционист, салыстыруды көп көретін, жалпылау тұрғысынан ойлайтын деген сияқты миыны мен жұмыс жасаймын. 2 айында мен телосымен жұмыс жасаймын. Яғни теланың өзінде дәлелденген, яғни тыныс алу, медитация, табиғатпен байланыс деген сияқты дәлелденген техникалар арқылы жұмыс жасаймын да. Енді айтайын деп тұрғаным, егер де ғылыми психолог болса, немесе белгілі бір үлкен тәжірибесі бар психолог болса, терапия 100% көмектеседі.
бірақ эмоция деңгейінде келген психолог болса, яғни өзінің бір мәселесін шешті да, и сол мәселені шешу жолын барлығына трансформациялайтын психолог болса, ол өкінішке орай жұмыс жасамайды. Эмоциямен деген енді қалай айтсам болады, бұл салада қатты практикасы жоқ деп айтсақ болады ғой, иә. Яғни эмоциямен деп тұрғаным психологияға өз болымен келіп, өз болын шешіп алғандар. Қазір жастардың арасында өте көп бір жаман мінез құлық деп те айта алмаймын, немесе жақсы деп те айта алмайсың, өзін қорғау деген сияқты жаңа ата-анасынан беріліп тұрған реакциясы бар енді, окей. Бірақ көп жастарда айтады, бейімділік жоқ, ниет жоқ, өмірге деген мотивация жоқ деп айтады. Әсіресе осы бір 17-18 жастан жоғары бір 20-25-ке дейінгі жастарда жалпы қазір не болып жатыр, бұл қай нәрсенің последствиясы. Бұл енді қоғамның бәрі жаман болып кетті деген сөз емес қой, бірақ әсіресе жұмысқа адам алғысы келетін адамдар осылай айтады. Жастармен жұмыс жасағысы келетін адамдар да осылай болады. Немесе сол жастағы баласы бар ата-аналардан осы нәрсені естіп жатамыз. Бұл ненің салдары? Керемет сұрақ қойдыңыз да, бұл ненің салдары деп. Бұл действительно салдар. Бұл себеп емес. Яғни бұның бірінші себебі ол балалар қазіргі таңда қалай өсіп жатыр. Яғни TikTok көріп, Instagram көріп, идеальный өмірді көріп өсіп жатыр да. Олардың миында тез, оңай, идеальный болу керек деген программа бар. Сәйкесінше шынайы өмір ол қандай? Барлық нәрсе уақытты талап етеді. Барлық нәрсе әрекетпен. Барлық нәрсе әрекетпен. Барлық нәрсе дисциплинамен, Ал мынаған келген кезде, шынайы өмірге келген кезде, балада қатты фрустрация, яғни күйзеліс пайда болады. Мысалы, оның иллюзиясы ол үшін шындық болады бірақ. Ол өзінікін дұрыс деп ойлап тұрмасын да? Иә. Оның иллюзиясында мен жұмысқа келдім. Условно 2 ай жұмыс жасау арқылы мен дәрежем өсу керек. Тағы да 2 ай жасау мен руководитель болуым керек деген оның миында иллюзиясы бар. Ол оған сенеді. 100% сенеді. Ол өзінше дұрыс болып тұр. Иә, ол өзінше дұрыс болып тұр. И соның салдарынан шынайы өмірге келген кезде олай емес, сен өсуің үшін мынау керек, әрекетіңде мынандай реттеу керек деген кезде шынайы эмоциямен тап болған кезде ол көтере алмайды. Ол критиканы көтере алмайды. Ол мақсатқа жете алмай тұрғандығын көтере алмайды. Оның иллюзиясында ол сразу жету керек деген сияқты. Яғни шынайы өмірде балалар қазір бейсаналы деңгейде экшенді күтіп тұр ғой. Былай, переход с точки А с точки Б экшен ретінде тік етіп ауысу керек. Суицид та көп па сол үшін де? Суицид ол басқа мәселе. Ал мына жақта осы бірінші себеп менің ойымша. Енді екінші себеп біздің ата-анамыз қалай өмір сүрді. Олардан не күтті? Олар соған сәйкес өмір сүрді. Байқасаңыз, көбі айтады, мен ажыраспадым сол кездері, себебі ұят болатын, ата-анамның несіне, абыройына нұқсан тигізгім келмеді. Яғни олар өзге адамдардың қалауымен өмір сүрді. Ал қазіргі жастарда өз қалаулары бар. Осы қалау и минус, и плюс. Қалай сонда? Олардың миында сеніп тұр ғой, аз уақытта бай болам деген. Мысалы, енді осы иллюзияларының арқасында, осы сенімдерінің арқасында, оннан 3-еуі осыған жетіп жатыр. Ол рас. Яғни миыңа не келді, өміріңе сол келеді деген сияқты. Но, к сожалению, 7-еуі жетпей жатыр. Не үшін? Себебі бизнес саласы, сіз өте жақсы білесіз оны. Ол әрекет, ол дисциплина, ол еңбек, ол состояние. Ол эмоция емес. Мына осының салдарынан қазір жастарда көбінесе шыдамсыздық, немесе мазасыздық, немесе қалаудың нақтылы еместігі көп кездеседі. Бірақ енді олсыз да өмір сүріп жатқандар бар, енді оны жоқ деп айта алмаймыз, ол нәрсеге. Бірақ десек те, мысалы, осы поколениядан бізде алдағы уақытта бір үлкен
нәтижелер күтетін адамдар бар, үлкен жұмыстар күтетін аналар бар, иә. Жалпы осындай жастағы балалар бар ата-аналар не істеу керек? Біріншісі, біз өзіміз ата-анамыздың өмірін қайталағымыз келіп тұрған жоқ. Демек, бұл жерде біз көпшілігіміз біз қандай өмір сүргіміз келіп жатыр деген кезде, егер шындыққа нақты қарайтын болсақ, балам сияқты еркін өмір сүргім келіп жатыр деген жауапқа келеміз. Бірақ біз миымызбен келіп тұрмыз, бірақ денемізбен Дұрыс емес деп тұрмыз. ойбай, иә, дұрыс емес деп тұрмыз. Қалай сен өйтіп жатасың? Қалай сен өз қалауың болады, сен міндеттісің деп айтамыз да оларға. Яғни біз өзіміз қалап тұрған дүниеге олар келіп тұр, бірақ біз оны қаламай тұрмыз енді. Енді не істеуімізге болады? Біздің өмірімізде барша адамдарға жаймаймын, бірақ менің өмірімде балалар өте құнды. Менің өмірімдегі ең құнды бөлшектердің бірі ол балалар деп есептеймін. Демек, бұлар маған өте құнды болғандықтан, мен олармен қарым-қатынасты реттеуді, олардан үйрену арқылы оларға ата-ана болуды таңдаймын. Енді бұл не деген сөз? Сынағаным емес, бірақ Стив Джобс, Джеки Чан өмірлік приоритеттері дейік, травмаларының арқасында кәсіби бағытта үлкен жетістікке жетті де, бірақ танымал болды, иә. Әлемде номер 1 болды, әркім өз саласында. Бірақ өкінішке орай отбасында байланыс үзілді. Стив Джобста мысалға қызымен көп уақытқа дейін байланыс болмаған. Қазір Джеки Чанда өзіндік қиындықтары бар да. Мудрый адам ретінде олар жоқ, барлығы дұрыс, мен көтере аламын деп айтуы мүмкін. Бірақ сіз де ана ретінде, мен де ана ретінде білеміз, бұл өте қиын. Бұл бизнесті жоғалтып алғаннан да қиын. Балаңды жоғалтып алу. Сондықтан да бала маңызды болғандықтан қазіргі балаға сәйкес тәрбие беруге біз бейім болуымыз керек. Яғни ол бізді міндеттеп тұрған жоқ, барып олардың эмоциясымен ойнау жоқ, міндеттеп тұрған жоқ. Олар өз сезімдерін таңдады ғой, сезімге. Оларға көрсету керек, сезімді қалай регуляция жасау керек екендігін. Өзінің тәжірибесінен көрсету керек. Иә, көрсету керек. Мысалы, жаңа мен балам, 6 жастағы балам мектепке барғым келмейді деді ғой. Мен не істедім? Біріншісі ашуға беріліп кетіп оны ұрсуым мүмкін еді. Миымда сол тұрды негізі, дене реакциясы ретінде, шынымды айтайын. Бірақ саналы түрде кішкене өзіме уақыт бергеннен кейін былай айтамын. Хорошо, ұрыстым, одан кейін не? Балада автоматически реакция, миы қатып қалды, сенен қорғану үшін айтқаныңды жасады. Ол болашақта удобный бала болады. Сен сияқты условно. Ал сен не қалап тұрсың? Мен қалап тұрмын баламның өз сезімін түсінсе екен, өз сезімін түсіну арқылы жұмыс жасаса екен. Мен соны қалап тұрмын ғой. Демек, екінші вариант, давай көрейік, ода не сезім болып тұр. Мен сұрап жатырмын. Санжар, сенде не болып жатыр? Неге барғың келмейді? Егер сен мама болсаң, сен не істеген болатын едің? Мен 6 жастағы баламнан осылай сұраймын. Сол кезде ол маған айтты, мені мазақтайды, жазуың нашар деп. Сол үшін барғым келмей тұр дейді. Сосын мен айтам, егер сен мүлде бармай қойсаң, қалай ойлайсың, жазуды қалай реттейміз деген сияқтышы. Яғни оның иллюзиясын көрсетем оған, оның сезімін түсіндірем оған, оның сезімін регуляция еткіздіремін. Ол басқалардың сен туралы айтуы, ол шындық емес, ең бастысы ол сенің жолың деген сияқты. Мен түсіністікке келген кезде ғана ол түсіністікке келеді. Яғни мен оны қуып шығарғаннан пайда жоқ. Ол түсініп әрі қарай мектепке барса, осыдан пайда көбірек болады. Неге? Себебі ол мектепке амалсыздан бармайды да. Түсіністік бар жерде, миында анықтық бар жерде, жанында тыныштық бар жерде, ол рахаттанып барады мектепке. Қорыққаннан емес, қиналғаннан емес. Керемет. Сіздің мына сөзіңізден кейін жаңа әрбір ана психолог болу керек деген сондай бір түсінікке келіп отырмын. Шынымен ғой. Енді бала ол Алланың аманаты ғой, бізге берген. Ол сен материалдық жағдайдан бөлек, ол сен жаңағы тәрбиесі болсын, мінез құлқы болсын, өмірге деген көзқарасы, руханилығы бәріне енді өскенше ата-анасы жауапты ғой. Сондықтан әрбір ана психолог болу керек деген мен сондай ойым бар тұғын, бірақ сол нәрсені сіз подтверждение жасап бердіңіз ғой. Керемет. Мүмкін. Бұл жерде қосатыным жаңа жоғарыда айтқандай, әр бала ол бізге үйретуші ұстаз. Мынау балам маған өз сезіміне үңіл деп тұр. Себебі мен перфекционист бөлігім,
мақсатты қойдың ба, мақсаттыға жет дегенді өзімнен талап етемін. Бірақ бұл жерде баламда мен үйреніп жатқаным жоқ, мақсатқа жетудің жұмсақ түрлері бар. Өзіңді жақсы көру арқылы, түсіну арқылы осыны таңдашы. Мен осыған үйреніп жүрмін қазір. Балам маған соны үйренуге күшті көмектесіп жүр. Керемет. Біз енді руханилық жайлы, жаңағы психологиялық бай болу жайлы айттық деп ашалдық деп ойлаймын. Және менде бір сұрағым бар. Сіз жаңа бизнесте эмоция жоқ дедіңіз. Ол сөзді сізден бұрыннан естісем де, бірақ бізде ол сөзді естімеген адам көп. Мысалы, кәсіп жасағысы келеді, бірақ түрлі эмоционалдық ситуацияларға беріліп, кәсіпті ары қарай жүргізе алмауы мүмкін. Немесе тіпті кәсіпкер емес, жалпы бір жерде жұмыс жасайтын мамандарда да ол нәрсе болуы мүмкін. Осы жайында бір ашып айтып беріңізші. Бизнесте эмоция жоқ деп неге айтамыз? Немесе не успешный кәсіпкер болу үшін қандай психологиялық дайындық керек? Бизнесте эмоция жоқ дегеннің астарында мынау тұр. Бизнес ол ақша. Ақша ол валюта. Например, теңге, доллар деген сияқты. Енді не үшін эмоция жоқ? Мысалы, біреулер келеді де, менде бизнесім бар, менің командам бар, мен осындай запуск жасаймын дейді. Сосын кейін мен оларды приземлять деген нәрсе бар. Точка А-да табысыңыз қанша? Ол табыстың таза табысы қанша, шығыны қанша деген кезде көп адамдарда шығыны көп болады. Яғни эмоционалды деңгейде бизнесі бар. Ал реальный деңгейде шығыны табысынан көбірек. Енді бұл бірінші нәрсе. Енді екіншісі, бизнесқа келдің ал. Енді сен мысалға бір жұмыс жасайын деп тұрсың да, ол жұмысыңның құны, например, 250 мың дейінші, бір услугаңның құны. Енді сен ол жерде бір жұмыстарды міндет ретінде жасадың, бірақ ол міндеттер орындалды, клиенттің бірақ наразы. Сен наразылықта эмоциясына көніп кетесің да ол клиентіңнің. И сен өзіңді 250 мың алғаның үшін ұяласың. Кінәлі сезінесің. Тіпті кейбіреулер алмайды бұндай кезде. Мәссаған, ладно деп қоя саламын. Иә, ладно дейтіндер өте көп. Сол кезде мен айтам, бизнес это не эмоция. Бизнес это действие. И каждое действие должно саған ақша келу керек. Енді бұл жерде мен сапаға жұмыс жасатуға үйретемін. Бірақ ешқашан эмоциямен валюта алма. Және эмоциямен валюта төлеме дегенді үйретемін. Себебі сенің эмоцияң ол энергия, ал энергия ол ақша. И егер де сен осы нәрсені өте жақсы түсінсең, бизнеста табыс табуға болады. Көп табыс табуға болады. Бірақ эмоцияға ерік бермеу арқылы. Және бұл риза болмау, клиенттің риза болмауынан бөлек, мысалға әсіресе менде енді әйел адамдар көп көреді каналымда, жұмыс жасайтын әйел адамдардың өмірінде түрлі эмоционалдық ситуациялар болады. Менің көңіл күйім жоқ деп ол сатылымға әсер етеді дейді, менің көңіл күйім жоқ, ол менің сторис салуыма әсер етеді деген сұрақтар болуы мүмкін. Осы жағын айтып көрейікші. Енді қараңыз, жеке өмірде біз былай жасаймыз ғой. Мысалы, менің балам әлсіз болса, мен оған мейлінше көмек берем. Мен оған көңілімді бөлем да. И сол арқылы ол өседі. Себебі біз отбасымыз. Енді бизнес әлсіздерді қолдайтын арена емес. Бұл жерде сен әлсізсің бе, сені ысыра береді. Өзің ысырылып қаласың. Демек, мына жерде мынандай өте маңызды дүние, әр әрекетің сенің мына жерде ресурсты толтыруың болу керек те. Әр әрекетің сенің ресурсын толтыру керек. Яғни, мысалы айтатын болсақ, мақсат бір айда 250 миллион жасау. Дейікші. Енді сенің әр әрекетің ол саған шабыт беру керек те, сенің қуанту керек. Сторис салсаң, сен қуану керексің. То есть, получается, наслаждаться етіп жасау керек. Наслаждаться етіп жасау керек. Ол бір. Екіншісі, мына өмірде біз хочу, не хочу деген нәрсені көп қолданамыз, және ол дұрыс. Себебі сен әлсіз болуыңа да болады, мықты болуыңа да болады. Бұл жерде саған барлығы болады. Бірақ бизнеста хочу, могу, нужно деген нәрсе бар ғой. И хочу дегенмен көп жүрмейсің бизнеста. Неге? Себебі бұл жерде сенің міндетің бар, сол міндетті орындау арқылы сен ақша аласың. Егер де сен хочу, не хочу мен жүретін болсаң, өкінішке орай ол бизнес болмайды.
Сен мына жерде міндетті нәрселерді орындауың керек. Бұл деген сөз өзіңе қатты талапшыл барай өзіңді қамшылайтын емес. Бұл деген өзіңді дисциплинаға, еңбекке итермелеу. Және осыны жасау үшін маған не керек? Осыны жасағаннан кейін мен өзіме не берем? Всегда ресурсыңды толтырып тұру дегенді білдіреді. Мәссаған. Демек, біз бизнестағы психологияны бөлек қарастырғанымыз дұрыс па? Қазір бизнес психология деп келеді адамдар, және өзіңізді білем, өте танымал компанияларда спикер ретінде жұмыс жасайсыз. Оларды айтуға бола ма? Қандай болса, Эйр Астанада. Эйр Астанада болдым, Халық банкта болдым, Атамекен компаниясында болдым. Көптеген менде кіші ұйымдар мені шақырады спикер ретінде. Бизнес психология мен өмірлік терапияны бөлек қарау 100% дұрыс. Жаңа айтқанымдай, біріншісі ол өмірде сен әлсіз де болсаң, мықты болсаң да, не болсаң да сені қолдайтындар табылады. Бірақ бизнеста, нақты бизнеста әлсіз болсаң, не сені ысырып тастайды, не сен өзің ысырып қаласың. Сондықтан да мына бизнеста коучинговый техникаларды мен өте көп қолданамын. Яғни біріншісі санаңдағы, ойыңдағы капканды түсіндің. Яғни қорқынышың ол сенің иллюзияң екендігін түсіндің. Екіншісі сенің состоянияңды реттедім. Яғни өзіңе сенімділігің мына жерде мынандай деген сияқты. И бизнеста міндетті түрде әрекетке итермелеймін мен. Сондықтан да мен көбінесе өз клиенттеріме айтамын, егер сіз маған бизнесқа келетін болсаңыз, диагностикадан кейін біреулеріне айтамын, терапиясыз мен сізді қабылдамаймын. Ал біреулеріне айтамын, егер сен дайын болсаң, мынаған дайын болсаңыз, сіз келесіз деп. Себебі бизнесті көп адам көтере алмайды. Мәссаған. Демек, жаңағы түрлі адамдар кез келген адам бизнес жасайды дегенге сіз келіспеймін. Себебі мысалы менде бір клиент болды, мен бизнес қалаймын деп өзі депрессивный состоянияда келді. Сол кезде мен оған айтып жатырмын, өкінішке орай мен сізбен бизнеспен жұмыс жасай алмаймын деп айттым. Ол кейін былай анандайда ода ашуланып кетті, неге мен қолымнан келеді деген сияқты. Депрессивный состоянияда адам ел алдында өзін зорлап сөйлегенімен іштей өзін жеу көп болады. Ел алдында сөйлеудің өзі оған қиын болады. Ал бизнес деген үнемі байланыс, әлеммен байланыс. И сен егер де оны қиындық ретінде қабылдап тұрсаң, бастан ол неден емес қой, ол саналы деңгейде қиын ретінде көріп тұрған жоқ. Депрессивный состояниядағы адамдарда нейрофизиологический уже қиындықтар бар да. Яғни олар үшін эмоционально байланыста болу өте қиын. И осындай адамдарға бизнеста өте қиын. Демек, минустағы адамдар үшін бірінші өзіңмен жұмыс жасау керек. Керемет. Сіз коучинг форматта деп айтып қалдыңыз. Жалпы қазір психологтар деп айтады, біреулер өзін коуч деп айтады. Айырмашылығын айтайықшы. Қараңыз, психология ол ғылым. Психологияда кезінде бір бағыты ретінде коуч, яғни тренерлер дайындалды. Енді айырмашылығы не? Егер психологияда біз жанын түсіну, эмоциясын түсіну, травмалармен жұмыс, қорқыныштармен жұмыс, үрейлермен жұмыс, және өзінің шынайы қалауымен өмір сүру, жан тыныштығымен өмір сүру дейтін болсақ, коучинговый техникаларды қолданам деп жатқаным, жаның тыныш, бірақ сен бизнеста үлкен мақсатқа жеткің келіп тұрма, демек сен әрекет жасау керексің. Әрекетсіз сенің өсуің болмайды. Ал әр әрекет сенде жаныңның тыныштығыңа белгілі бір өзгерістер әкеледі. Яғни сен қазір спокойнысың, бірақ 100 миллион жасау үшін 10 адамға звонок жасауың керек, мына жерінде үрей болады. Ал мен бизнес психологияда ондай техникаларды көп қолданам. Тура терапиямның үстінде біреулерге 10 адамға звонок жасатам. Тура терапиямның үстінде кейбіреулерге 20 адамның қасында өзіңді таныстыр деген сияқты реальный режимде эксперимент жүргізем. Тура терапияның үстінде кейбір клиенттеріме стрессовый ситуация туғызамын, және ол стрессовый ситуациядан қалай ол шыға алады деген сияқты эксперименттер жүргізем. Яғни бизнес психология ол біріншіден мынау ішкі жан дүниеңді түсіну арқылы әрекетке дайын болу. Әр әрекеттен сабақ алу. Анализ жасау. Не алдым деген сияқты. Қазір кез келген
ауыр ситуациялардың соңы суицидқа алып келеді, және бізде жастардың арасында болсын, үлкен адамдардың арасында болсын, көп естіп жатырмыз ғой күнделікті, терезеден секіріп кетіпті, баласымен бірге секіріп кетіпті деген нәрселерде. Жалпы ол суицид жайында айтып беріңізші. Неге көп қазір? Қазір ярлык байлау өте жоғары, яғни суицид жасады олар әлсіздер деген сияқты, әлсіз мінез құлық деген сияқты. Бірақ психологияда мынандай нәрсе бар да, ғылыми психологияда дұрыс бұрыс деген нәрсе жоқ. Норма не норма деген нәрсе бар да. Суицид это не норма, әлеуметтік нормалық әрекет емес. Демек, бұл жерде суицид мысалы жасады ғой, бұл әлсіздік емес, бұл жай ғана не норма. Енді бұл не үшін былай айтып жатырмын? Мысалы, сіз ауырып қалсаңыз, сізде 39 градус температура болып тұрса, и әлсіз болсаңыз, и сіз неғып әлсіз болып тұрсың демейсің ғой, потому что ода температура бар. Түсініп тұрсың. Енді суицид дегеніміз ол дененің уже менталды деңгейде басқа көтере алмаймын, болашаққа үмітім жоқ, жалпы мынаның барлығы мәнсіз көрінеді деген деңгейде. Яғни дененің кәдімгі үлкен кризисте болуы. Үлкен кризисте болуы, және ол артық ақпаратты қабылдай алмайтын деңгейде тұруы, Дұрыс айтасыз. Міне осы кезде суицидалды әрекеттер өте көп болады. Бір кездер мен суицидалды әрекеттермен де жұмыс жасағам. Бірақ қазір жұмыс жасамаймын. Себебі менің энергиям, қазіргі таңдағы ресурсым оған жетпей жатыр. Неге? Себебі суицидалды әрекеттегі адамдар, олар әлсіз адамдар емес, олар тым көп нәрсені көріп, мәнділікті жоғалтып, құндылықты жоғалтып, миында үміт деген нәрсені жоғалтқан адамдар. И осы кезде оларға былай жасай алмағаның әлсіздік деп айту ол дұрыс емес. Ол былайша айтқанда температурадағы адам ғой. И ода нейрофизиологиялық деңгейде миында кәдімгі өзгерістер болады. Жаңа сіздің айтқаныңызда байқап тұрмын да, былай деп айта алмайсың, былай деп мінеттей алмайсың деп. Көп адамдар психологты кеңес беруші деп айтады. Жаңағы ақыл кеңес айтушы деп айтады. Шын мәнінде психолог ол наны жаса, былай істе, ажырас, немесе қайтадан қосыл деп кеңес бермейді ғой. Бермейді. Осыны айтайықшы, ғылыми психологияда адаммен, жаңа келген адаммен психологтың арасында қандай контакт болу керек, осы жағын айтсаңыз. Біріншісі, ғылыми психологияда мынандай 4 принцип бар. Бірінші принцип ол описание дейді, сипаттау. Саған клиент келеді, сен клиентті сипаттап бересің. Өзіне, яғни мен сенен көріп тұрғаным, сенің ішкі күйің, например, депрессия, стресс, немесе посттравматический синдром. Мынау сенің сипатың. Бұған әкелген дүние мынау себептер болуы мүмкін. Сөйлескеннен кейін анализ жасап айтып бересіз, Яғни осы күйде жүре берсең, сен мынаған келуі мүмкін, немесе мынаған келуі мүмкін деген сияқты. Енді осы описание деп аталады да. Енді екіншісі, сен қалайсың ба менің саған көмек бергенімді? Кәсіби психолог ешқашан одан сұрамаған адамға, ол клиент ретінде келмеген адамға, сен андайсың, сен мынандайсың деп айтуына мүлде болмайды. Енді бұл кәдімгі кодекс психолога дегенде рұқсат етілмейді. Шын мәнінде бізде қазір өте көп қой, жолда жүріп бара жатып ақ, егер сенің балаң сөйлемесе, демек сен өзіңнің ішіңдегі ойыңды айтпағансың деп навязывать ете салады да. Балаң ауырып жатса, балаң көп ауыра берсе, демек сен бір нәрседен қарсыласып жатырсың. Бұл сенің ішкі көңіл күйіңді көрсетіп тұр деп. И міне осындай психологтардың артынан травма көбейіп жатыр шын мәнінде. Себебі бұл ата-аналар келеді да, өзінің кінәлі, и так кінәлі сезінеді ғой олар. Одан да кінәлі сезініп, нағыз травмамен келеді де. Яғни ғылыми психолог ешқашан мынау себеп, мынау салдар деп, бір себеп, бір салдарды айтпайды. Және оптым айтпайды деп айтайықшы. Дұрыс айтасыз. Біріншісі ол бір себеп, бір салдар емес. Бірнеше себеп, бір салдарға келуі мүмкін дегенді айтады. Екіншісі оптым емес. Яғни мынада болғанымен, мынау адамда олай болмауы мүмкін. Басқа жағдай болмайды. Сондықтан көрмеген, білмеген, естімеген адамға олай диагноз қоюға болмайды. Болмайды. И
вообще адамдарға айтатыным, негізі қазір Инстаграм, ТикТокта жалған ақпараттар өте көп. Немесе бірінші баста түсіндіргенім, өзі сенетін, сол сенген нәрсесін прям 100% дұрыс деп көретін ақпараттар да өте көп. Бірақ ол ғылыми дәлелденбеген, ол жай ғана бір психологтың ойы. Ешқашан өзіңізге навязывать етпеңіз. Осы навязывать етуіңіздің өзі сізге травма болуы мүмкін. Өзіңе диагноз қойма дейді ғой медиктер. Например, сенде онкология болмаса, бірақ сен қатты сенсең, өкінішке орай сеніміңе келесің дегендей да. Үшінші психологияны. И үшіншісі ол клиент саған келген кезде сен оған айтасың қаншалықты неге дайынсың деген сияқты. И көрсетесің сценарийлерді. Мысалы, менде мынандай нәрсе бар. Мінез құлық цепочкасы деп аталады. Яғни клиентпен жұмыс жасаған кезде бір деңгейде мен айтам, мынау факт болып жатқан. Мынау сенің ойың, фактқа сәйкес ойыңда жүріп жатқан ойларың. Мынау ойыңнан сенің эмоцияң туындады. Мына эмоцияңнан, сезіміңнен сен былай әрекет жасадың. Енді осы әрекетіңнен жаңа туындаған жағдай, ол мынандай жағдай. Мысалы, өмірлік мысалды айтайықшы. Кеше бір клиентім келді де айтады, менің жолдасым мені тыңдамайды, мені бағаламайды, сәресіде менімен бірге отырмайды деген сияқты айтады да. Енді мен айтам, факт, ол сәресіде сізбен отырмады. Енді сіздің ойыңыз, ол сізді бағаламайды, ол сізді құрметтемейді. Енді осыдан сізде сезіміңіз ренжу. Ренжуден сіз жабылдыңыз. Жабылғандықтан сізде онымен қатынас жоқ. Енді мына ойыңыз, ол сізді бағаламайды. Бағаламаса, ол не үшін сізбен жүр? Екіншісі, бағаламаса, ол неге таңе сәресіге тұрды? Енді ол сізді бағаламайды деген қаншалықты ақиқат? Или ол просто сіздің ойыңыз? Енді бұл жердегі тағы бір шындық болуы мүмкін. Сіз өзіңізді бағаламайсыз. Сіз үшін мәнді болып тұр ғой оның сізбен сөйлескені. Бірақ сіз өзіңіз үшін мәнді нәрсеге талпыныс жасап жатқан жоқсыз. Ең бірінші адам өзі ғой. Яғни сіз өзіңіздің қажеттілігіңізді бағалап тұрған жоқсыз, құнды деп тұрған жоқсыз деген сияқты. Деді. Сол кезде ода эмоциясы, андай бір тыныштық эмоция, мен қазір күйеуіме ренжіп тұрған жоқпын дейді да. Енді тыныштық эмоциясында оның әрекеті, мен сөйтіп сөйлесіп көруге әрекет жасаймын деді. И сол кезде мен айттым, егер ренжімесеңіз, егер ол сізбен отыр, бірақ сөйлеспей отыр, жай ғана ештеңе ренжу жоқ болса, осылай спокойствие болса, не айтқан болатын едіңіз десем, ол айтады, жай тілеуіммен бөліскен болатын едім. Мен үлкен балама қатысты осындай тілеу айтып жатырмын, кіші балама қатысты осындай тілеу айтып жатырмын деген болатын едім дейді. И сол кезде қалай ойлайсыз, ол сізге реакция бере ма, әлде мүлде бермей отыра ма десем, жоқ, ол негізі сондай нәрсеге ашық дейді. Негізі ол басқада. Дұрыс айтасыз. Яғни осы цепочканы көрсетемін де. И әрі қарай мен айтам, біріншісі сіз сөйлессеңіз болады, екіншісі сөйлеспей жай ғана осын бақыласаңыз да болады деген сияқты. Ол сценарийін көрсетемін да. Әрі қарай таңдау клиенттің өзінде. Всегда таңдау клиенттің өзінде. Себебі біз психолог ретінде жай ғана якорь бар ғой, светті көрсетіп тұрамыз да. Ал бірақ жолды таңдау, келу, келмеу, ол оның таңдауында болады. Бұл жеке терапияда. Ал бизнеста, егер сіз маған келдіңіз ба, демек мен көрсеткен әрекеттерді жасауға міндетті боласыз. Бизнес терапияда. Сіз үшін байлық не? Мен осы сұрақты подкастың әр қонағына қоямын, және әр түрлі жауап аламын. Басында да айттым, қазір де айтам, мен үшін өмірімнің ең құнды бөлігі ол менің балаларым. Менің байлығым, менің балаларым, менің ата-анам. Аллахқа мың тауба, шүкір Аллахқа, ата-анамның аман жүргені, қуанышпен жүргені, балаларымның аман жүргені, қуанышпен жүргені, балаларыма мейлінше өмірлеріне үлгі болатындай, менен ала алатындай ана болып жүргенім мен үшін үлкен байлық. Және мен мынандай цитатаны ерекше қолдаймын. Жұмыс ол жай ғана өміріміздің бір бөлігі. Ал отбасы біздің өміріміздің ең құнды бөлігі. Кейде ол өзі құндылықтың өзі. Сондықтан да мен үшін байлық ол отбасымдағы тыныштық, саулық, шынайылық, міне осы.
Керемет. Бүгін подкаст өте күшті болды. Бұл подкастты тарату керек деп ойлаймын. Құрметті көрермен, дәл осы ақпараттар қазір кімге керек деп ойлайсыз, сол адамға жіберіңіз. Айтады ғой, бір сәттен адамның өмірі бірден өзгеріп кетпеуі мүмкін, бірақ бір ойы өзгеріп, сол арқылы өмір өзгеруі мүмкін. Сондықтан сіздер де себепші болыңыздар. Және сіздің осындай бір тәжірибеңізді, бір біліміңізді бір титтей де болсын бір адам алғанын қалаймын да. Сондықтан да бір медитация ма, біз осы көрерменге не бере аламыз сіздің тараптан? Медитация бере аламыз. Медитация. Иә, Сізде бере просто аламыз. білемін да, күшті медитациялар бар екен. Иә, менің медитацияларым ол ішімнен туған медитациялар. И когда оны қалыптастыратын кезде әр адамға сәйкес қалыптастырамын. Медитация бере аламыз. Жарайды, онда былай жасайық. Осы подкастқа комментарийға жазсын, шынайы қандай инсайт алдыңыздар бүгінгі. Ол жазудың өзі сен осы алған білімді подтверждение жасау ғой. Иә. Ол бірінші. Екінші нәрсе, трец бар. Сізде трец бар ма? Иә, бар. Трецта Зарина ханымды белгілеңіздер, және осы подкастты көріп отырған жерден скрин жасап салыңыздар. Міне, мен осы подкастты көрдім, осылай болды деген сияқты. Өйткені бұл подкастты мен ойлаймын көп адам көру керек деп. Біз Зарина ханымның 17 жылдық тәжірибесін алып отырмыз. Қазір жай ғана сұхбат емес, иә. Сондықтан осы подкасттың комментариясына жазасыздар, және Зарина ханымды мені белгілесеңіздер болады, және скрин жасаңыздар. Міне, осы подкастты көрдім, осылай болды деп Зарина ханым жекелеріңізге жібереді. Ыңғайлы болады ғой, иә? Супер, иә, болады. И мен медитацияны беремін оларға. Иә? Супер. Сұхбат үшін сізге рахмет. Алғысым шексіз сізге, осы тәжірибеңізбен бөліскеніңізге, шынайы бөліскеніңізге рахмет. Сізді мен тек қана психолог ретінде емес, мықты маман ретінде мойындаймын, бірінші. Және екінші, сізден маған бір ұнайтын нәрсе сіздің конфиденциальностіңіз. Адамдар келген кезде оның ситуациясын айтып, түрін көрсетіп, мынандай болды деп емес, кәдімгі ғылымилыққа негізделіп жұмыс жасайтын болады. Сізді сол үшін де қатты құрметтеймін. Жұмысыңызға сәттілік, берекелі болсын. Рахмет, көп сізге шақырғаныңызға көп рахмет. Мен үшін осылай бөліскен өте құнды, себебі бұл менің қазіргі өмірлік миссияларымның бірі. Менде ішімде бөлісетін білімім де, тәжірибем де, практикамда жеткілікті, және бүгінгі ютубта мысалы бөлісіп жатырмыз. Тырнақтың ұшындай болса да, сіз жаңа өте керемет айттыңыз. Адамды үлкен арманнан бірақ ой тоқтатады. Жеткіліксізбін дегеннің өзі. Яғни біздің бүгінгі подкастымызда құнды ой бере алдық деген ойдамын. Сізге де сәттіліктер тілеймін. Сізді де өте қатты құрметтеймін, бағалаймын. Человек действие ретінде ойыма келді, жасаймын деген томирис ретінде. Мен томирис деп айтып ойлайтын кейбіреулер. Иә, мен де солай ойлағам ғой. Рахмет көп сізге. Рахмет.